Сәлеметсіздер ме? Сіздерге мен бүгін осындай әдемі, қалың қыс мезгіліне арналған шапканы тоқуды ұсынып отырмын. Егер сіздерге ұнап жатса, менімен бірге болып тоқуды ары қарай үйреніңіздер. Шапканы тоқу үшін бізге осындай 2 орам жіп қажет болады. Біз 3 қабаттап тоқимыз. Менде жіп бұл Alize Maher Classic. Мұнда 100 грамда 200 метр, түстің номері 395, және 51% акрил, 25% махер, және 24% жүн. Тағы қажет нәрсе, ол біз спицы, яғни бұнда 7 мм, көріп тұрғандарыңыздай, ал лескасының ұзындығы 80 см. Жіпті 3 қабаттап тоқимыз. Қараңыздар, бір орамның сыртынан аламын осылай жіпті. Ал екінші орамның ішінен осылай жіпті шығарып аламыз бір ұшын. Міне, бір ұшын шығардық, ал екіншісін бұның да сыртқы жағынан аламыз. Енді жіпті 3 қабаттаймыз. Осылай 3 қабаттап аламыз. Содан кейін өзімізге қажетті ілмектер санын тереміз. Менде 57-58 басу өлшемінде болғандықтан мен 60 ілмек теремін. Сіздерге экранға қалдырамын, қанша ілмек теруге болатынын. Осылай мен классикалық түрде ілмектерді теріп аламын. Міне мен 60 ілмек және 1 ілмек артық тердім. Ол айландыра қосу үшін. Мынау бізде міне оң жағы. Енді осы ілмектердің дәл ортасынан біз лесканы шығарып аламыз, былай тартып. Одан ілмектерді барлығын жылжытамыз. Міне мынау бізде оң жағы, көріп тұрғандарыңыздай. Бізде шапка қайырылатын болғандықтан бұл оң жағы ішінде қалу керек. Сол үшін осылай теріс жағынан тоқимыз. Барлығын түсеп алыңыздар, айланып кетпесін. Енді ары қарай айландыра қосуымыз қажет. Ол үшін мына біздің соңғы терген ілмегіміз, мынау алғашқы терген ілмегіміз. Ол ілмекті аламыз осылай. Екінші жақ бізге өткіземіз де. Содан кейін ең соңғы терген ілмегімізді сол ілмектің үстіне былай асырамыз. Одан кейін жіпті тартып қоямыз. Енді бізде 60 ілмек қалды. Ары қарай тоқуды бастаймыз. Ілмегімізді орнына қайтарамыз осылай. Енді тоқуымызды бастаймыз. Мен 2-2 резинка тоқимын. Барлығыңыз білесіздер, 2-2 резинканы. 2 оң ілмек, одан кейін 2 теріс ілмек. Мен оң ілмектерді алдыңғы қабырғасынан осылай, ал теріс ілмектерді былай артқы қабырғасынан тоқимын. Осылай біз бір қатарды тоқып шығамыз өз бетімізбен. Содан кейін сіздермен қайта кездесемін. Міне мен бір қатарды тоқып шықтым 2-2 резинкамен. Енді ары қарай бізде ешқандай қиындығы жоқ. Осы өрнекті қайталай береміз. Яғни 2 оң ілмек, 2 теріс ілмек деп қайталай береміз. Мен өзіме қажетті ұзындыққа жеткенге шейін тоқимын. Ол менде 22 см. Содан сіздермен қайта жолығамын. Міне мен өзіме қажетті биіктікке дейін тоқыдым. Қазір өлшеп көрсетемін. Ол менде қанша сантиметр болды. Міне қараңыздар, менде 22 см болды. Енді ары қарай біз өрнекті тоқуға көшуіміз қажет. Ол үшін мен қалай бөлдім? Ілмектер санын 2-ке бөлдім. Мынау артқы жағы деп белгілеп қойдым. Ал мынау алдыңғы жағындағы 2 маркердің ортасында бізде 16 ілмек бар. Яғни 16 ілмек мен бөліп қойдым. Ал мына арадан екінші маркерге дейін 22 ілмек, екінші жағында да солай дәл 22 ілмек.
Енді ары қарай қалай тоқимыз? Қазір мен сіздерге көрсетемін. Мынау менде өрнектің сұлбасы, яғни схемасы, қараңыздар. Өрнектің рапорты, ілмектер саны 21 болуы қажет. Менде қазір 16 болып тұр, яғни 5 ілмекті содан кейін қосам деген сөз. Ал өрнектің қатары бойынша бізде бұл 10 қатар. Бір рапорты 10 қатар. Егер де сіз қайталайтын болсаңыз, өрнекті онда 3-ші қатардан бастап 10-шы қатарға дейін ары қарай қайталай береміз. Енді бізде қалай есептеу жүргіздім мен? Қараңыздар, 60 ілмек, одан 16 ілмекті алдым, мұнда менде 44 шықты. Сол 44 текке бөлдім, сонда 22. Яғни мына маркермен, мына екі маркердің ортасында 22 ілмек деген сөз. Дәл солай екінші жағында да. Енді мына қараңыздар, бос клеткалар, міне көріп тұрғаныңызда мынандай, ол бізде оң ілмектерді білдіреді. Ал мынандай бізде сызықтар бұл айқастыру. Яғни, міне мұнда 3 ілмекті аламыз да жұмыстың алдында қалдырамыз, одан кейін 3 ілмекті тоқып, кейін жұмыстың алдында қалған 3 ілмекті қайта тоқимыз деген сөз. Ал екінші жағына келетін болсақ, мұнда алдыңғы 3 ілмекті жұмыстың артында, одан кейін 3 ілмекті тоқып, қайтадан 3 ілмекті тоқимыз дегенді білдіреді. Қазір бізде өрнектің бірінші қатары. Ол үшін маркерге дейін тоқуымыз қажет. Қазір біз ілмектердің барлығын оң ілмектермен тоқимыз. Міне, осылай. Міне, маркерге дейін жеттік. Мына маркерді белгілеп қоямыз осылай. Енді ары қарай қалай жасаймыз? Мен қазір мұнда 16 ілмектен 21 ілмек жасауым қажет. Ол үшін 5 ілмек қосуым қажет деген сөз. Міне, 1, 2, 3 ілмекті оң ілмекті тоқыдым. Одан кейін ортаңғы ілмектерден, ортаңғы жіптен осылай ілмекті қосамын. Яғни протяжкадан, екі ілмектің ортасындағы жіптен осылай бір ілмекті қосамын. Міне, бір ілмек қосылды. Ары қарай 1, 2, 3. 3 ілмек деген тағы да ілмекті қосамын. Міне, бізде екінші ілмек қосылды. Ары қарай әр 3 ілмек сайын, міне, қазір біз 3-ші ілмекті қосамыз, міне. 3 ілмек қостық біз. Енді, міне, 2, 3 ілмекті оқыдық, одан кейін келесі 4-ші ілмекті қостық. Одан кейін тағы да 3 ілмекті тоқимыз. Міне. Содан кейін біздің 5-ші ілмегімізді қостық. Соңында 1 ілмек қана қалады артығымен. Міне, 16 ілмектен біз 21 ілмек жасадық. Енді ары қарай осылай біз қатарды тоқып шығамыз. Қалған ілмектердің барлығын оң ілмектермен тоқи береміз. Содан кейін келесі екінші қатарда кездесеміз. Өрнек бойынша айта кететін жайт, қараңыздар, өрнектің схемасы бойынша мұнда бізде 1-ші, 3-ші, 5-ші қатарлар көрсетілген, ал 2-ші, 4-ші, 6-ші, 8-ші қатарлар көрсетілмеген. Не себепті? Ол жұп қатарларда біз ешқандай өзгертусіз тек қана оң ілмектермен тоқимыз дегенді білдіреді. Яғни өрнек бойынша қандай ілмектер тұр, оң ілмектерді тоқып шығамыз дегенді білдіреді. Соны айта кетейін дегем. Қазір осы 1-ші қатарды соңына дейін тоқимыз, содан сіздермен айтып өткенде 2-ші қатарда қайта кездесеміз. Міне мен бір қатарды тоқып шықтым. Енді бізде 2-ші қатар, жаңа айтып өткенде 2-ші қатарларда, яғни жұп қатарларда, ары қарай мен көрсетпеймін сіздерге жұп қатардың тоқылуын. Ол қатарларда біз барлық ілмектерді оң ілмектермен ғана айландырып тоқып шығамыз. Міне мен 2-ші қатарды тоқып болдым. Енді 3-ші қатар бізде. Бұл 3-ші қатарда бізде айқастыру жасау қажет. Міне,
осылай айқастыру жасаймыз. Бұл айқастыруды жасау үшін бізге қосымша біз қажет болады. Енді бастайық. Қазір біз маркерге дейін тоқимыз ілмектерді. Міне, маркерге дейін тоқыдық. Одан кейін қазір өрнек бойынша 3 ілмекті аламыз. 2, 3 ілмекті алдық. Жұмыстың алдында қалдырамыз. Міне, өрнек бойынша жұмыстың алдында 3 ілмекті қалдырдық. Одан кейінгі 3 ілмекті оң ілмек етіп тоқимыз. Екінші ілмек, міне, үшінші ілмек. Енді жаңағы жұмыстың алдында қалған ілмектерімізді кері қайтарамыз. Міне, енді сол ілмектерді тоқимыз. Ілмек шығып кетті, қайта іліп қоямын осылай. Қараңыздар, енді сол 3 ілмекті оң ілмек етіп тоқуымыз қажет. Міне, бізде алғашқы айқастыруды жасадық. Міне, енді ары қарай бізде 3 оң ілмек бар. Соны тоқуымыз қажет. Міне, 1, 2, 3 оң ілмекті тоқыдық. Енді өрнек бойынша келесі айқастыру. Ол үшін тағы да қосымша бізді аламыз да алдыңғы 3 ілмектерді қосымша бізге теріп, жұмыстың артында қалдырамыз бұл жерде. Жұмыстың артында осылай қойдық. Енді 3 ілмекті тоқимыз. Жаңағы қосымша біздегі ілмектерді кері қайтарамыз. Міне, кері қайтардық. Енді осы ілмектерді тоқимыз. Екі, міне, үшінші ілмек. Айқастыру жасалды. Ары қарай бізде 6, міне, қалған ілмектер 6 оң ілмекті. Ары қарай 6 оң ілмекті маркерге дейін, міне, тоқуымыз қажет. Міне, біз өрнегіміздің 3-ші қатарын тоқыдық. Енді қалған ілмектер, мысалы өрнектен басқа ілмектер, олар оң ілмек болып тоқыла береді. Оның еш қиындығы жоқ. Олай болса 3-ші қатарды соңына дейін тоқып шығамыз. Міне, 3-ші қатарды тоқыдым. Енді 4-ші қатарды өз беттеріңізбен тоқисыздар. Сосын біз 5-ші қатарда кездесеміз. Бізде өрнектің 5-ші қатары. Ол үшін ілмектерді маркерге дейін тоқимыз. Міне, маркерге дейін тоқыдық. Енді ары қарай 3 оң ілмек. Міне, 3 оң ілмек тоқыдық. Одан кейін айқастыру бізде. Айқастыруда 3 ілмекті аламыз. Жұмыстың алдында қалдырамыз. Одан кейін 3 ілмекті тоқимыз. Ілмектерді кері қайтарамыз. Сол кері қайтарған 3 ілмегімізді тоқимыз. Екінші, міне, 3-ші ілмек. Ары қарай бізде қалған ілмектер осы бір айқастыру ғана 5-ші қатарда. Одан барлығы оң ілмектермен тоқып шығамыз. Енді ары қарай
5-ші қатарды соңына дейін тоқимыз, осы қатарды аяқтаймыз. Одан 6-ші қатарды өз бетімізбен тоқып шығамыз. Сіздермен 7-ші қатарда қайта кездесеміз. Бізде 7-ші қатарды қараңыздар, 6 оң ілмек тоқимыз, одан кейін барып айқастыруға кірісеміз. Міне маркерге дейін тоқыдық, ары қарай бізде 6 оң ілмек. 6 оң ілмекті тоқыдық, енді айқастыруға кірісеміз. 3 ілмекті аламыз, жұмыстың алдында қалдырамыз. Одан кейінгі 3 ілмекті тоқимыз. Ілмектерді кері қайтарамыз да. Осы 3 ілмекті оң ілмек етіп тоқимыз. 3 ілмек тоқыдық, 3 ілмек оң ілмек. 1, 2, 3. Одан келесі айқастыру. 3 ілмекті аламыз, алдыңғы 3 ілмекті қосымша бізге жұмыстың артында қалдырамыз. Міне, енді келесі 3 ілмекті тоқимыз. Қосымша біздегі түсіп кетті. Ілмектерді қайтадан бізге қайтарамыз, осылай. Енді осы 3 ілмекті тоқимыз. Ары қарай осылай 7-ші қатарды соңына дейін тоқып шығамыз. 8-ші қатар өз беттеріңізбен тоқисыздар. Сосын біз 9-ші қатарда қайта кездесеміз. Бізде 9-ші қатарда оң ілмектермен 12 ілмек тоқимыз, одан барып айқастыруға кірісеміз. Олай болса қазір маркерге дейін тоқимыз ілмектерді. Міне тоқыдық маркерге дейін, ары қарай 12 ілмектерді оң ілмек етіп тоқып шығамыз. Одан кейін барып қана айқастыруға кірісеміз. Міне 12 ілмекті тоқыдық. Енді айқастыру жасауымыз қажет. Бұл кезде айқастыруда алдыңғы 3 ілмек жұмыстың артында қалады. 2, 3. Жұмыстың артында қалдырамыз. Одан кейінгі 3 ілмекті тоқимыз. Қосымша біздегі ілмектерімізді кері қайтарамыз. Енді сол ілмектерді оң ілмек етіп тоқимыз. 1, 2, 3. Міне 3 ілмекті тоқыдық. Ары қарай бізде өрнек бойынша 3 оң ілмек тоқимыз. Міне біз өрнекті тоқыдық. Бізде бұл 9-ші қатар болды. Міне қараңыздар. 9-ші қатарды ары қарай аяғынан аяқтаймыз. Енді 9-ші қатарды соңына дейін тоқып шығасыздар. Одан кейін 10-ші қатарды өз беттеріңізбен тоқисыздар. Одан кейін біз барып 3-ші қатардан бастап 10-ші қатарға дейін қайталаймыз. Мен қазір тоқимын ары қарай. Қанша тоқитыным әлі белгісіз. Мүмкін 1 раппорт, не болмаса 2 раппорт тоқимын. Оны содан сіздерге айтамын. Міне мен өзіме қажетті ұзындыққа дейін тоқыдым, яғни өзіме қажетті раппорт санын тоқыдым. Менде ол 2 раппорт болды мұнда. Шапканың жалпы ұзындығы осылай қайырылып тұрғанда 20 см. Енді ары қарай біз төбесін жабуға кірісуіміз қажет.
Ол үшін бізге біраз есептеулер жүргізу қажет. Қараңыздар, мен 60 ілмек терген едім шапкаға. Оны 0,25-ге көбейтемін, яғни 25% менде 15 ілмек. Осы 15 ілмекті қысқартуым қажет деген сөз. Енді қараңыздар, 15 ілмек, оның 13-і ол мына шапканың артындағы оң ілмектерді, яғни өрнектен басқа ілмектер. Ал екеуі мына өрнекте. Осы өрнекте қысқартуымыз қажет. Сонымен қатар, естеріңізде болса, біз 5 ілмек қосқан едік өрнекке. Мына өрнекке біз 5 ілмек қосқан болатымыз, сол 5 ілмекті де қоса қысқартуымыз қажет. Сондай жалпы саны 20 ілмек қысқартамыз. Оның барлығын біз 8 қатарда жасауымыз қажет. Сіздерге түсінікті болу үшін мен 8 қатарды жазып шығайын. Қалай қысқартатынымызды қараңыздар. Бірінші қатарда оң ілмектерде, яғни өрнектен басқа ілмектерде, оң ілмектерде 3 ілмекті қысқартуымыз қажет. Ал өрнекте 21 ілмегіміз қалады. Яғни бұл кезде қысқарту болмайды бірінші қатарда. Екінші қатар. Мұнда біз 2-ші, 4-ші, 6-ші, 8-ші жұп қатарларда, яғни ешқандай өзгертусіз өрнек бойынша тоқып шығамыз. Оң ілмектермен қысқартусыз. Одан кейін бізде 3-ші қатар. 3-ші қатарда оң ілмектерде 3 ілмек қысқартамыз, ал өрнегіміз сол тағыда 21 ілмегіміз қалады. 4-ші қатар, осыған дейін айтып өткендей, тек қана оң ілмектермен тоқып шығамыз. 5-ші қатарда бізде өрнекті тоқымаймыз. Енді ары қарай оң ілмектермен тоқи береміз де тек қысқарту жасаймыз. Мұнда оң ілмектерде біз 3 ілмек қысқартамыз. Енді өрнекте қысқарту жасаймыз. Мұнда қараңыздар, 2 ілмек болған қысқарту керек. Соның біреуін қысқартамыз, және мұнда 5 ілмектің 3-еуін аламыз. Сонда өрнекте жалпы 4 ілмек қысқартуымыз қажет. 6-шы қатарда осыған дейін айтып өткендей, біз тек оң ілмектермен тоқып шығамыз. 7-ші қатарда оң ілмектерде біз 4 ілмек қысқартуымыз қажет. 4 ілмек. Ал өрнекте бізде мұнда 1 ілмек қалды, мұнда 2 ілмек қалды. Сонда 1 қосылған 2-3 ілмек қысқартуымыз қажет. Ал 8-ші қатарымыз ол тек оң ілмектермен тоқып шығатын қатарымыз. Осылай қысқартуды барлығын жасап шығуымыз қажет. Бізде қысқартудың бірінші қатары, қараңыздар, бұл қатарда сұлба бойынша біз өрнекте осы 3-ші, 4-ші, одан кейін 5-ші және 6-ші қатарларды қайталауымыз қажет. Олай болса тоқуды бастайық. Қазір бізде осының алдында мен сіздерге 8 қатарды жазып кеткен болатымын. Соған қарап отырып, қазір бізде бірінші қатарда оң ілмектерде біз 3 ілмекті қысқартуымыз қажет. Қазір міне 3 ілмекті, оң ілмекті тоқыдым, одан кейін бірінші қысқартуды жасаймын. 2 ілмекті бірге аламын да алдыңғы қабырғасынан алып, оң ілмек етіп тоқимын. Одан кейін маркерге дейін тоқимыз. Маркерді алып қойдық бұлай. Енді өрнек бойынша 3-ші қатарды тоқимыз. 3 ілмекті жұмыстың алдында қалдырамыз. Одан кейін 3 ілмекті тоқимыз. Міне. 3-ші ілмек. Одан кейін қосымша біздегі ілмектерді кері қайтарамыз. Сол 3 ілмегімізді тоқимыз. Одан кейін бізде ортада 3 ілмек.
үш оң ілмек тоқыдық. Енді үш ілмекті біз жұмыстың артында қалдырамыз. Одан кейінгі үш ілмекті тоқимыз. Қосымша біздегі ілмектерді кері қайтарып, осы ілмектерді тоқимыз. Оң ілмек етіп, үш ілмекті тоқыдық. Енді ар жағында қалған ілмектерді маркерге дейін оң ілмек етіп тоқып шығамыз. Міне, біз өрнекті үшінші қатар бойынша тоқыдық. Енді ары қарай бізде оң ілмектерде тағы да екі ілмек қысқартуымыз қажет. Ол қысқартуды мен екінші жағында жасаймын, яғни артқы жағында қысқартуды міне екінші жағына ауыстық. Енді қазір 5 ілмекті тоқимын. 5. Одан кейін 2 ілмекті бірге қосып қысқартамын. Енді соңында 7 ілмек қалғанға шейін тоқып шығамын оң ілмектермен. Міне бізде 7 ілмек қалды. 2 ілмекті бірге тоқып қысқартамыз. Міне. Қысқарттық. Ары қарай бізде 5 ілмек қалды. Соны оң ілмектер етіп тоқып шығамыз. Міне біз қысқартудың бірінші қатарын тоқыдық. Енді ары қарай екінші қатарды оң ілмектермен өз беттеріңізбен тоқисыздар, сосын үшінші қатарда сіздермен қайта жолығамыз. Қысқартудың үшінші қатары оң ілмектермен тоқимыз маркерге дейін. Мына арада біз бағана қысқарту жасағанбыз, енді жасамаймыз бұл жерде. Міне маркерге келдік. Мына жерде өрнекті 5-ші қатар бойынша, өрнектің 5-ші қатар бойынша жасайсыздар өз беттеріңізбен. Оны қайта көрсетпей қойын. Ары қарай мына жерде біз қысқарту жасаймыз. 2 ілмекті тоқимыз. Міне маркерден кейін бұл. Одан кейін 2 ілмекті бірге тоқимыз. Одан кейін соңына дейін жерде оң ілмектермен тоқимыз. Міне екінші жағына келдік. Бағана 5 ілмектен кейін қысқарту жасағанбыз. Қазір біз 8 ілмектен кейін қысқарту жасаймыз. Міне 8 ілмекті тоқыдық. Енді ары қарай 2 ілмекті бірге қосып қысқарту жасаймыз. Енді соңына дейін тоқимыз. Яғни артқы жағында 10 ілмек қалғанға шейін тоқуымыз қажет. Санаймыз. Енді 2 ілмекті бірге тоқимыз. Міне бізде 10 ілмек қалған кезде 2 ілмекті бірге тоқимыз. Ары қарай бізде 8 ілмек қалды. Соны оң ілмектермен енді осы қатарды осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Соңына дейін тоқыдық. Енді бізде бұл қысқартудың 3-ші қатары, 4-ші қатарды өз беттеріңізбен тоқисыздар, 5-ші қатарда кездесеміз. Қысқартудың 5-ші қатары, бұл қатарда біз оң ілмектерде 3 ілмек, ал мына өрнектерде 4 ілмек қысқартуымыз қажет. Енді біз сұлба бойынша өрнекті тоқымаймыз. Ары қарай тек оң ілмектермен кәдімгідей айландыра тоқи береміз. Міне 2 ілмек тоқыдым. 2 ілмектен кейін осы жерде бірінші қысқартуды жасаймын. Оң ілмектердегі маркерге дейін тоқимыз. Енді өрнекте 4 ілмек қысқартуымыз қажет. 1, 2, 3, 4 ілмек тоқыдым. 4 ілмектен кейін бірінші қысқартуды жасаймын өрнектегі. Ары қарай тағы 4 ілмек тоқимын. Одан екінші қысқартуды жасаймын. Тағы да 4 ілмек тоқимын.
Одан кейін үшінші қысқартуды жасаймын. Соңында менде 3 ілмек қана қалды. 1 ілмекті тоқимын да, одан кейінгі 2 ілмекті бірге тоқып қысқартамын. Бұл менде өрнектегі 4-ші қысқарту болады. Маркерден кейін осының алдында қысқарту жасағанбыз, қазір жасамаймын. Жай оң ілмектермен тоқып өтемін бұл жерді. Енді екінші жағына, бұл жағында қысқарту жасаймыз. Бұл жақта қысқартуды бірден басында жасаймын, яғни 1 ілмекті тоқимын, одан кейін 2 ілмекті бірге тоқып қысқартуды. Осы жерде бірден қысқарту жасап кетемін. Одан кейін енді оң ілмектермен соңында 4 ілмек қалғанға шейін тоқимыз. Міне соңына келдік. Міне 4 ілмек қалды. 2 ілмекті бірге қосып тоқимын да. Осылай. Одан кейін 2 ілмекті тоқимын. Бұл 5-ші қатар болды. 6-шы қатарды өз беттеріңізбен тоқып шығасыздар. Енді 7-ші қатар. Қысқартудың 7-ші қатары. Бұл қатарда оң ілмектерде 4 ілмек қысқартамыз да, өрнекте 3 ілмек қысқартамыз. Міне 2 ілмекті тоқыдым. Одан кейін бірінші қысқартуды жасаймын. Енді өрнектерге келдік. Міне 3 ілмекті тоқыдым, 3 ілмектен кейін бірінші қысқарту жасадым. Тағы 3 ілмек тоқыдым, одан кейінгі екінші қысқартуды жасадым. 3 ілмек тоқыдым, одан кейін міне үшінші қысқарту. Енді маркерге дейін тоқимыз. Мұнда ілмектер жылжу қиын, себебі бізде спиціміз 7-ші номерлі жуан болғандықтан. Енді ар жағында бізде тағы да мына жерде ілмек қысқартамыз. 1 ілмек тоқыдық, одан кейін 2 ілмекті қосып бірге тоқимыз. Бізде оң ілмектерді 2 ілмек қысқарды, енді мына артқы жағында 2 ілмекті қысқартуымыз қажет. Қазір мен 8 ілмекті тоқимын. Міне біз 8 ілмекті тоқыдық, енді 2 ілмекті бірге мұнда қысқартамыз. Міне, одан кейін 2 ілмекті тоқимын да, келесі 2 ілмекті қысқартамын. Міне 4 ілмек қысқарттық. Ары қарай қатарды соңына дейін тоқып шығамыз оң ілмектермен. Міне мен соңына дейін тоқыдым. Енді 8-ші қатарды өз беттеріңізбен тоқисыздар. Сонымен кездесеміз. Міне 8-ші қатарды тоқып болдым. Төбесі жабылды. Енді мына жіпті қиямыз біз. Сосын инеге өткізіп аламын да былай. Жіпті инеге өткіземін де, мына ілмектердің барлығын осы жіптен ине арқылы өткізіп, содан кейін тартып тастаймын. Міне соңына келдік. Барлық ілмектерді өткіздік жіптен. Енді тартамыз. Тартып, инені мына тесіктен ішіне қарай өткіземіз. Инені ішіне осылай өткізіп, ішкі жағынан жаңағы жібімізді қиып, сосын ішінде жасырып тастаймыз. Осы жағында қатты тартуымыз керек.
бір түйіп содан кейін ары қарай ілмектердің арасына осыны жасырып шығамыз. Біздің шапкамыз дайын. Енді артық жіптерін барлығын жасырып, жуып, кептіріп кие берсек болады. Сіздермен болған аяулым. Егер де сіздерге менің видеом ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.